Сәлем достар. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде челлендж кеттік. Бүгін бізде Арай мені бояндыратын болады. Және қандай заттармен боянатыныңызды көретін боласыздар. Әсбеп. Екі жақ алдық. Міне спонжа әкелдік. Камераға қара. Сәл-пәл кепсін, осыдан кейін таңалқыны бастайтын боламыз. Біздесін таңалқа. Міне осылай таңалқыны қолымызға жағып алдық. Енді аяудың бетіне жайғатын боламыз. Қабырыл. Ойын көтер. Қабырыл. Қазір осының бәрін жағып шығатын боламыз. Не жағып жатырмыз? Енді біз пудра жағатын боламыз. Енді бізде пудра. Міне біз әлі де пудраны жағып жатырық. Айт. Біз пудра жағып болдық. Енді бізде келесі ол румяна болды. Міне аяудың беті осындай әзірше. Бір бетім болды. Міне. Енді келесі бетін сөйтіп боламыз. Примерно сәл-пәл дайын болып қалды. Біз міне осы енді келесі осы чемді пайдаланатын боламыз. Ішінде 66 штугы бар. Қазір аяудың таңдауыменен бояйтын боламыз. Аяудың таңдағаны бойынша біз уже бояйын деп жатырмыз. Қараңыздар, міне бір көзім бояған көрсетейік. Көзін жым. Міне осылай көзді үлкен қылып боясаңдар, то есть қасқа дейін шығарып боясаңдар, көзді үлкен қылып көрсеттіреді. Көзіңді ашшы. Примерно осылай. Қазір тағы боятын боламыз. Көзін жым. Міне примерно осындай сосын ақ теменен көзінің мына жерін боясақ қатып кетеді. Аш қара. Әне. Тағы кішкене бояу керек әлі де. Екінші көзін бояп келейік. Міне көзі осындай болды. Енді бізде келесі кезекте бізде подводка болады. Қазір бояп келейік, сосын көрсететін боламыз. Біз подводканы болдық, ал бізде енді келесі тур. Көзіңді аш. Көресің бе? Міне біз примерно бұның бетін болды. Енді біз қазір ернін боятын боламыз. Еріне ең алғашқы бальзам жағамыз. Кәне бері қара. Енді қазір осыдан кейін помадамен боятын боламыз. Міне біз ернін бальзам жақтық. Енді біз Киконың осы оттенкпен боятын боламыз. 1 және 2 деген. Жоқ, походу 103 деген оттенк. Міне. Алыңыздар, өте керемет. Я советую. Кел. Ең бірінші білесікпен жағамыз. Қатты жылтырамай қалады, қазір білесік жақпайтын болсақ. Қазір міне болдық. Енді Киконың 103 деген оттенкін жағатын боламыз. Бұны жағу өте оңай.
Короче, былай 1 2 3 1 2 дейміз да. Ол өте қатты қою ма? Былай сені. Қазір шетінен шыққан жерден сүртеміз. Міне Аюдың помадасын жақтық. Почти полный макияж аяқталып қалды ау деймін. Мен чуть-чуть үстіне тағылдырып тұру үшін блузкасын айнадым. Блузкасы қатты алдап көрініп. Міне примерно мынандай бір бәле тауып алдық. Осымен Аюдың қасын бояйтынбыз. Мына жағыма білмеймін енді менде. Жаңа ана жағын кішкене тараған болатын. Примерно осындай не істейтін зат шығар. Болмаса мынаның атын жазып кетіңіздер. Мен білмейді екенмін. Не қай жер бояйтынын. Тағы біз блузка жайындадық, блузкаға да айнадық. Міне түрі осындай. Міне біз осындай Kikoның карандашын тауып алдық. Осыменен Аюдың ернін бояйтын боламыз. Қазір көрсетеміз бояп болғаннан кейін. Әрине бізге камерада оны бояу өте қиын мен үшін. Қатырайынды білмейді екен. Аюдың көзінің астына жағуды ұмытып кеттім. Қазір осы жерде бір әжемі түсті таңдап жағатын боламын. Просто көзінің асты біртүрлі болып тұрған сияқты. Аю бізде мына жерде тұрған 4-ші түсті таңдаған болатын. Қазір біз осымен осылай алып, уже басқа карандаш, только астын бояйтын карандаш. Мә, қасқа, кисточка. Қазір Аюдың көзінің астын бояйтын боламыз. Разница бар ма, жоқ па? Комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қазір бояп болғаннан кейін көрсететін боламын. Атын шатасып кеттім, карандаш деп кисточка ол негізі. Міне Аюдың көзінің астын примерно бояп болған сияқтымын. Разница бар ма, жоқ па? Осыны комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне полный почти макияж. Міне осылай болды. Примерно мына көзінің подводкасын әрең дегенде сыздық 10 папеткадан. Міне достар, біз Аюдың барлығын болдық. Негізі шашын бюролога болатын еді. Қазір чуть-чуть асығып тұрғаннан кейін бюролаған жоқ. Біз келесі жолы шашқа тутыр түсіретін боламыз. Достар, біз басқа тағы да келесі видеоларда қандай видеолар түсірейік, челленджер немесе қандай идеяларыңыз бар жазып кетсеңіздер болады. Барлық комментарийді оқимыз. Всем пока. Пока.